Құрметті студенттер, бұл семестрде өтілетін пәніміздің аты тіл дамытуды инновациялық оқыту. Бұл курстың мақсаты болашақ мектепке дейінгі және бастауыш сынып мұғалімдеріне қазіргі заман педагогикалық технологиялары жөнінде теориялық білім беру және практикада қолдану әдістемесімен таныстыру. Курстың міндеттері: педагогикалық технология, оқу пәндерін оқыту технологиялары ұғымдарына берілген анықтамаларға талдау жасау, теориялық түсінік беру. Мектепке дейінгі ұйымдар мен бастауыш мектептерде оқыту үдерісінде қолданылатын педагогикалық технологияларға сипаттама жасау және оның әдістемесін тәжірибеде қолдану. Технология өндіріс процесін ұйымдастырудағы теориялық білімінің практикада қолдану ретінде біраз бұрыннан дамуда және ол өндірістің өзінің пайда болуымен бірге туды. Өмір сүріп отырған және жаңа технологияны жасауды бағалаудың негізіне мыналарды алуға болады. Біріншіден, тұжырымдамалылығы. Екіншіден, ұстаздың қатысы бар сол пәндік саласының мәнін айқын түсіну. Үшіншіден, ұстаздың түпкі әрекеті парадигмасының нақтылығы. Төртіншіден, жалпы технология және соның ішінде педагогикалық технология не екенін түсіну. Яғни, сөз педагогикалық технологияның жасалынып және қолданылатын аймағы туралы болып отыр. Ұғымдардың мазмұндары мен олардың өзара байланыстылығын қарастырайық. Тұжырымдамада қандай болмасын нәрсеге көзқарастар жүйесі, бір дененің негізгі идеясы, табиғи және басқа да сөздіктер. Технология ең үнемді экономикалық өндіріс процестерін анықтау, қолдану мен заңдылықтарын айқындау туралы ғылым. Технологияға деген сөздіктің түп тамыры гректің техния, өнер, шеберлік, кәсіп, логос, ғылым, білім деген сөздерінен шыққан. Екі түбірдің бірлігінен өндіріс процестерін жүргізудің тәсілдері мен құралдары туралы білімдер жиынтығы, немесе білім, немесе шеберлік туралы ғылымды білдіретін сөз пайда болады. Мысалы, металдар технологиясы, экологиялық технология, құрылыс жұмыстарының технологиясы және тағы басқалар. Бұл термин сонымен бірге мүлдем басқаша белгілі қажетті шикізат формаларын өзгерту, материалдары немесе жартылай фабрикант өнімді өндіріс процесінде жүзеге асыратын өңдеу жиынтығы ретінде анықталады. Технологияның ғылым ретіндегі міндеті физиологиялық, химиялық, механикалық және де басқа да заңдылықтарды айқындап, тәжірибеде өндіріс процесінің ең тиімдісін анықтау және қолдану. Технология дегеніміз өнім алу үшін оған керекті материалдарды өңдеу әдістері және өнім шығаруға керекті жүйелі процесс. Енді педагогикалық технология ұғымына берілген анықтамаларға тоқталайық. Педагогикалық технология дегеніміз оқыту үдерісін жүзеге асыратын мазмұнды техника, Беспальканың анықтамасы. Педагогикалық технология дегеніміз оқытуды жоспарланған нәтижесіне жеткізетін қағазға жазылған барысы, үдерісі. И.П. Волков. Педагогикалық технология дегеніміз оқушы мен мұғалім үшін барлық жағынан да өте қолайлы жағдайлар жасай отырып, оқыту үдерісін жобалаудың, оны ұйымдастырудың және өткізудің бүге-шігесіне дейін ойластырылған, әрі бірлесіп жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің моделі. В.М. Монаховтың анықтамасы. Педагогикалық технология сөзіне түсінік беретін болсақ, техно латын тілінен аударғанда шеберлік, іскерлік, әдіс деген мағынаны білдіріп, оқыту шеберлік деген сөзге ие болады. Академик В.Г. Беспалько Ресейде педагогикалық технологияны толық зерттеп, тұңғыш рет әдебиеттерге енгізіп, педагогикалық технологияға практикада іске асатын нақты педагогикалық жүйе жоба деп анықтама берді. Бұдан ғалымның педагогикалық жүйені тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін, арнайы ұйымдастырылған, мақсатты, бір-бірімен өзара байланысты әдіс тәсілдер жиынтығы ретінде қарастырғанын көруге болады. Білім берудегі жаңа технологиялардың негізгі сипаты ізгілендіру, яғни гуманизация. Білімдік технологиялар жеке тұлғаны ұйымдастыруға бағытталады. Онда жеке пәндердің білімдік дәрежесі өзгеріп, олар қоршаған ортаны танудың құралына айналады. Оқушылардың дүниетанымы кеңейеді, дамиды.
Мұндағы басты мәселе білім мазмұнын байытуға бағытталған белсенді танымдық әдістерді қалыптастыратын жаңа технологияларды жасап, оны тәжірибеге ендіру. Оқыту технологиясын жобалау мәселесі оқыту әдістерін таңдау дидактика үшін өте маңызды. Әдістерді таңдауда белгілі дидак Юка Бабанскийдің ұсынған өлшемдерін басшылыққа алуға болады. Олар оқыту әдістерінің оқыту қағидалары менен заңдылықтарға сәйкестік өлшемі. Екінші, оқыту әдістерінің оқу материалдарының мазмұнына, оның өзіндік ерекшелігіне сәйкестік өлшемі. Әдістерді таңдауда оқушылардың мүмкіншіліктерін ескеру өлшемі. Қазақстанда ғалымдар профессор Ж.А. Қараев пенен Ж.У. Қобдықованың пікірінше, технология дегеніміз әдістемелік жүйемен сәйкес дидактикалық үдерістер кешенінің тәжірибеде жүзеге асырылатын жобасы. Ал педагогикалық жағдаяттарға сай қолданылатын әдістер, тәсілдер оның құрамды бөлігі болып табылады. Бұл ғалымдар оқушылардың өзіндік әрекетіне негізделген деңгейлік тапсырмаларды саралау технологиясын, оның қолданылу жағдайында оқушылар білімін бағалаудың жаңа жолдарын ұсынады. Технологиялық үдеріс, технологиялық бірліктердің арнайы жүйесі, олар педагогикалық нәтижеге бағытталады. Педагогикалық технология педагогтар мен білім алушылардың аз ғана күш жұмсап, ең жақсы нәтижелерге жетудің тиімді принциптері мен әдістерін анықтауға бағытталады. Қазіргі таңда белгілі технологияларға мыналарды жатқызырамыз. Бірінші, дидактикалық бірліктерді шоғырландыру технологиясы П. Ернеев. Екінші, дамыта оқыту технологиясы, оларға Л. Замков, Д. Эльконин менен В. Давидовтарды жатқызамыз. Үшінші, ізгілікті тұлғалық технология Шалва Аманашвили және Аида Аршабековна Бейсенбаева. Төртінші, модульді оқыту технологиясы П. Третьяков, К. Вазина, М. Жампейісова. Міне осы ғалымдар айналысып жатыр бұл осы технологиямен. Бесінші, өзара оқытып отыру технологиясы С. Лысенкова. Алтыншы, ұжымдық оқыту технологиясы А. Ривин. Дамыта оқыту технологиясы өз ішінде де бірнеше түрлері бар. Бірінші, дамыта оқыту технологиясы, екінші, деңгейлі оқыту технологиясы, үшінші, сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Сыни ойлау анықтамасына еш келмейтін ойлаудың үшінші түрі ол шығармашылық немесе көкейкесті ойлау. А.С. Амированың пікірінше, оқыту үдерісінде педагогикалық технологияларды пайдаланудың мақсаты оқушылардың жеке басын дамытуға бағытталған білім мазмұнын тұлғалық бағыттаушылық материалдармен қамтамасыз етіп, олардың қажеттілігін өтейтін, танымдық қызығушылығын арттыратын, білімді меңгеруді өздіктерінен белсенділік танытуға ынталандыратын, нәтижелі шығармашылық іс-әрекетке түсуге жұмылдыратын, өздігінен қорытынды жасайтын, өзін өзі және басқалардың білімін бағалай білуге қабілетті тұлға қалыптастыру деп айқындап көрсеткен. Педагогикалық технология өзінің айқын түсініктілігіменен, мұғалім меңгеруіне жеңілділігіменен, оқыту үдерісінде қолдану тиімділігіменен және әмбебаптылығыменен ерекшеленеді. Енді инновация ұғымы ағылшын тілінен аударғанда инновацион, жаңалықты енгізу деген мағынаны білдіреді. Инновация ұғымын алғаш рет 1921 жылы Австрия экономисі И. Шумпетер енгізді. Содан бері бір ғасырдан аса уақыт өтсе де, инновация туралы жалпы нақты бір мәнді түсінік жоқ. Ғылыми әдебиеттерде, ғаламторда ең көп кездесетін анықтамалар бойынша инновация дегеніміз біздің қоғамымызға енгізілген жаңа заттар, бұрын болмаған бөгде жат нәрселер. Инновациялық үдеріс ұғымы жаңалықтар ашу, қабылдау, бағалау және қолдану деген мағынаны білдіреді. Мұндағы негізгі ұғым жаңа деген мағына. Инновациялық жаңа. Инновациялық әдістердің классификациясы. Оқытудың инновациялық әдістерінің классификациясы мынадай топтарға бөлінеді.
Қатысушы саны бойынша жеке топтық ұжымдық триада диада. Екінші, ұйымдастыру жері бойынша аудиториялық және аудиториялық емес жол сапарлы экскурсиялы. Үшінші, оқу танымдық қызметі бойынша имитациялық ойын, оқу, ойын, іскерлік ойын, ойынның жағдайы, белсенді режимдегі тренинг, ойын рәсімдері менен әдістері. Кейс стади, триз, имитациялық емес, мәселе бойынша дәріс пресс-конференция. Төртінші, қатысушылардың іс әрекеттерінің үлгісі бойынша әрекеттердің және пәндердің әртүрлі белгілері бойынша сараптама жасау. Әлеуметтік, психологиялық, басқару, зерттеу және инженерлік жобалау есептерін шығару. Келіспеушілік, басқару жағдайларындағы әрекеттер тактикасын талдау. Көңіл қабілеттілігінің, ойлау тездігінің демонстрациясы және тренинг арқылы дамыту. Нысандарды жобалау және конструкциясын жасау. Құрылымдарды және үрдістерді оңтайландыру. Бесінші, компьютерлік қолдану принципі бойынша дербес компьютер, компьютерлік ойындар, компьютерлік бағдарламалар. Және Қазақстанда инновация деген ұғымға Қазақстанда қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немербай Нұрахметов. Ол инновациялық үдеріс деп отырғанымыз білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі деп анықтаманы ұсынады. Нұрахметов инновация білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқыту тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі. Жеке түрі, жеке дара, бір-бірімен байланыспаған, модульдік түрі, жеке дара кешені, бір-бірімен байланысқан, жүйелі түрі, мектепте толық қамтитын. Инновация сөзі қазіргі уақытта барлық өндіріс, медицина, техника салаларында өте жиі қолданылып жүрген термин. Қазір бұл сөз жаңа, өзгеру, жаңаша деген мағынаны білдіреді, және қазіргі заманға жаңаша өзгерудің мазмұны терең және анық екендігі белгілі. Бұл әдістеменің негізінде үйренушінің дербес қабілеті, белсенділігін қалыптастыру, оқыту материалдарын өзінше пайдалану арқылы танымдық белсенділігін арттыру алға шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет.